Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын ерекше тамақтың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, жаңадан көріп отырған көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Осылай гарнирмен дайындасаңыздар да өте керемет дәмді болып шығады. Енді бізге ол үшін бір капуста қажет болады. Ол капустаны осылай дәл видеодағыдай турайтын боламыз. Енді бізге бір пияз қажет болады. Оны осылай ұсақтап турайтын боламыз. Майдалап сәбізімізді теркіден өткізіп алдық. Осылай өздеріңіз көріп тұрғандай. Енді тәпеншемізге осылай май салып қыздыратын боламыз. Сұйық май қойсаңыздар болады. Мен енді сары майдан қосып, үстіне пиязымды салып қуыратын боламын. Пиязымызды жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Қуырып болғаннан кейін теркіден өткізген сәбізімізді салатын боламыз. Оны жақсылап қуырып аламыз. Енді өздеріңіз көріп тұрғандай кескен капусталарымыздың үстіне осылай бұрышымызды сеуіп, қызыл бұрышымызды екі бетіне де осылай сеуіп алатын боламыз. Тұзымызды да осылай екі бетіне осылай майдалап тұзымызды сеуіп аламыз. Бізге енді фарш қажет болады. Фаршымыздың үстіне қуырылған пиязымыз бен сәбізімізді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Оның үстіне өз қалауларыңыз бойынша приправаларыңызды салсаңыздар болады. Қара бұрыш салдым, және қызыл бұрыш, және де тұз салып, жақсылап араластырдым. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Өте дәмді болып шығады, және де ерекше тамақ. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Жақсылап осылай фарштарымызды жақсылап араластырып болған екен, осылай домалақтаймыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, осылай 5 штук шықты. Өздеріңіз көріп тұрғандай 5 бөлікке бөліп алдым. Енді осылай кескен капусталарымызды екі бетіне де тұзымызды, бұрышымызды, келімдарымызды салып қойған. Енді соның үстіне осылай фаршымызды осылай қойып шығатын боламыз. Менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетсеңіздер. Енді оның үстіне осылай өз қалауларыңызша қызанақты қойып шықсаңыздар болады. Осылай бәрін қойып болғаннан кейін, осылай пергамент қағазбенен осылай орап шығатын боламыз. Сөйтіп 30 минут, 40 минутқа духовкаға салатын боламыз. Осылай орап алдық, жақсылап ауа кірмейтіндей болып. Енді міне біздің 30-40 минутымыз өтті. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай өте әдемі болып пісті. Енді осыны қайтадан духовкаға 5 минутқа қойып алатын боламын. Бетіндегі пергамент қағазды алып тастап, енді өздеріңіз көріп тұрғандай тамағымыз дәмді болып шықты. Назарларыңызға көп рахмет. Менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта осындай пайдалы видеолар түсіретін боламын. Назарларыңызға көп рахмет. Қош сау болыңыздар.